1976 жыл болатын. Екі жігіт компания құруды ұйғарды. Бірақ жай ғана компания емес, сол кездегі ең ірі компаниялардың бірі IBM-ге бәсекелес болатын компания құруды ұйғарған екен. Стив Джобс 21 жаста, ал Стив Возняк 26 жаста болды. Және олар бұл екеуінен 40 және 45 жас үлкен компаниямен бәсекеге түсуді шешті. IBM екі жас жігіттен үлкенірек қана емес, сонымен бірге әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі болды. Бірнеше жыл өткен соң Стив Джобс 1976 жылы олардың IBM-нің қаншалықты үлкен екенін білу үшін тым жас болғанын мойындады. 2008 жылы кәсіпкерлік мектебін тастауды шешкен кезде мен небәрі 21 жаста болдым. Мен өз компаниямды нөлден бастап құру идеясына құмар едім. Менің алғашқы жетістігіме жетпей 8 жыл өмір сүрді. Бүгін менде 21 жасыма артқа қайтуға екінші мүмкіндік болса, мен күмән жоқ сол кезде қабылдаған шешімді қабылдамайтын едім. Бұл әңгімелердің мәні неде? Өте қарапайым. Кейде сәттілікке жету үшін ақымақ болу керек. Кейде сіз барлық фактілерді білмей алдыға жылжуыңыз керек. Кейде сіз нүкте қандай да бір жолмен байланысатынына сенуіңіз керек. Керемет адамдардың қасіреті адамдар үшін бірінші мәселе. Менің ойымша, өз жоспарларындағы қауіпті оңай көре алатындығы көптеген ақылды адамдардың біздің әлемде кедей екенінің себебі. Мен кәсіпкер болуға шешім қабылдаған кезде, қай бағытқа барарымды және алдағы жағдайдың қаншалықты қиын болатынын білмедім. Мен өмірімде құл болатын кезге жететінімді білмедім. Мен өз жақсы көретін адамдар мені қабылдамайтынын білмедім. Мен кейінірек жұмысқа тұруым керек екенін білмедім. Өйткені менің тірі қалуым үшін салым суға кеткен еді. Мен мұның бәрін білмедім. Жай отырып, нәрсенің құнын санауға шамам жетпегендіктен, өзімнің шығындарымды санай алмағаным үшін, мен бір күні өзімнің қиындықтарыма тап болдым. Көптеген адамдардың проблемасы олардың өз құнын есептеп санауға жеткілікті ақылды екендігі және олардың өз армандарын орындау қаншалықты ауыр болатынын оңай көре алатындығында. Сіз өзіңіз ойлағаннан мықтысыз. Сіз қаншалықты жылдам жүгіре аласыз деп ойлайсыз? Сіз қаншалықты қатты жұмыс жасай аласыз деп ойлайсыз? Сіз қанша ауырсынуды көтере аласыз деп ойлайсыз? Шындығында, сізде ешқандай түсінік жоқ. Қиындықты сезбейінше, біз қанша азап шегетінімізді, ауырсынудан өтетінімізді біздің ешқайсымыз білмейміз. Біздің мықтылығымыз сыналмайынша, біз қанша күшке ие екенімізді білмейміз. Сонымен, мұнда менің ойым қандай? Егер сіз отырып алып сәтсіздіктерін нені білдіретіні туралы ойлай берсеңіз, миыңыз ауырсынуды көбейтеді, және сіз ешқандай әрекет жасамайсыз. Көптеген адамдарда солай болады. Олар отырады және қателік жасаудың неге екенін, бизнесті жоғалтудың нені білдіретінін және сәтсіздікке ұшыраудың не екенін жай елестетеді. Олар отырады және қателік жасаудың не екенін, бизнесті жоғалтудың нені білдіретінін және сәтсіздікке ұшыраудың не екенін жай елестетеді. Бұл адамдар қиын кезеңдерді бастан өткерудің не екенін түсіну үшін отырады. Ми ауырсынуды көбейтуге көмектеседі. Сондықтан олар әрекет жасамауды шешіп, келер қиындықтарды жеңе алмайды деп ойлайды. Сіз өзіңіз ойлағаннан мықтысыз. Сізде сәттілікке апаратын қателіктер мен ауыртпалықтарға төтеп бере алатын қабілетіңіз бар. Сіз қателіктер жібере аласыз, сәтсіздікке ұшырайсыз және әлі де жүре аласыз. Сіз бұған сенуіңіз керек және мұның ең жақсы тәсілі сіздің жоспарларыңызды талдауға көп уақыт жұмсамау. Ақылды адамдар жағдайларды талдауға көп уақыт жұмсайды. Ақымақ адамдар секіріп шығып қимыл жасай бастайды. Кейбір адамдар іс-қимыл жасауға тым ақылды. Нүктенің өзі жол табатынына сеніңіз. Стив Джобс кезінде сіз нүктені алға қарап жалғай алмайсыз. Нүктені тек артқа қарап жалғауға болады деген. Өмір басталғаннан бастап сіз нүкте қандай да бір жолмен байланысатынына сенуіңіз керек. Бұл сенімге өзіңізге және болашағыңызға деген сеніммен байланысты. Мен кәсіпкер болып бастаған кезде менің атымда $50 аз ақша болған. Барлығы маған ақшасыз кәсіпкер бола алмайтынымды айтты. Менің ата-анамның кедей екендігі және сол сияқты нәрселер менің есіме жиі түсетін. Менде бір нәрсе бар. Бұл қандай жағдай болмасын, тіпті ең қараңғы үңгірден жол табатынына деген сенім. Сізде де осындай сенім болуы керек.
Сондықтан мен сіздің ақымақ болуыңыз керек деп ойлаймын. Нүкте өзін өзі қосатынына сену үшін ақымақ болу керек. Мен осы уақыт аралығында көп саяхаттадым. Осындай сапарларға барғанда Google карталарда әдетте сізге жақсы көмек болады. Сіз А-дан З нүктесіне барғыңыз келеді және сізге қанша уақыт кететінін, басқа жылдам маршруттар бар ма жоқ па екенін білуіңіз керек. Google картасы өмірдің физикалық саяхаты үшін өте пайдалы. Бірақ басқа да онша пайдалы емес карталар бар. Соның бірі әлеуметтік карталар. Іс жүзінде кез келген қоғамда барлығына белгіленген бірнеше түрлі карталар бар. Сол карталардың бірі бұл мектепке бар, жақсы оқушы бол, жұмысқа тұр және әлеуметтің баспалдақтың жоғарғы жағына біртіндеп көтеріл деген карта. Бұл карта ақылға қонымды болып көрінеді, өйткені ол ешқандай қауіп тудырмайды. Әлеуметтік өмір ережелерімен өмір сүргенде сіздің өміріңіз біршама жақсы болу керек. Кез келген осындай жоспарлар мен карталардың басты мәселесі, бұл карталар сізді тек орта деңгейге жетелейді. Нағыз сәт адамдар белгісізді батыл қолданып, жаңа жолды, жаңа нәрселерді сынап көретін адамдар. Сіз жаңа нәрселердің дәмін татып, батыл болу үшін шынымен ақымақ болуыңыз керек. Генри Форд алғашқы автокөліктерге ие болғысы келгенде, оған жылқылардың әлдеқайда жақсы екендігін айтылған. Джефф Безос Амазонды бастаған кезде интернеттің адамдар үшін еш маңызы жоқ еді. Сіз өзіңізге жеке жол құруға батылдық танытқан кезде, сізде ешқандай карта болмайды және сенім пайда болады. Сіз өзіңіздің шегіңізге еру үшін өзіңізге жеткілікті сенуіңіз керек. Сізді ақымақ деп санап, сізден бас тартатын адамдар жайында уайымдамау үшін сіз өзіңізге жеткілікті сенуіңіз керек. Сіз жаңа нәрсені жасай алатыныңызға, әлемді өзгерте алатыныңызға және жаңа жол жасай алатыныңызға сену үшін шынымен ақымақ болуыңыз керек. Көптеген ақылды адамдар өздерінің жоспарларын талдай алатын және өз мақсаттарына жету қалай қиын және қауіпті болатынын білетіндіктен кедей. Йоган Вольфганг Гете, сіз нені армандай алсаңыз, оны жүзеге асыруға болады. Батылдықтың данышпандылығы, күші және сиқыры бар деген. Әсері ойыспен әлемнің қысырын бірге ашайық. Парақшамызға жазылып, TED форматында керемет видео материалдардың куәсі болыңыз.